Қымбатты көрермен, тікелей эфир біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Дұрыс айтасың, Ақниет. Біздің жастар, яғни біз де болашақтың ертеңіміз, дарынды жастар, ел ертеңі дейді. Біздің облысымыздың абыройын асқақтатып жүрген талай жас дарындылар көп екен. Әрине дұрыс айтасың, оның өзі біз үшін, жалпы біздің облысымыз үшін үлкен бір мәртебе жетістік. Өйткені Мағжан Жұмабаевтың өзі айтады ғой, мен жастарға сенемін деп. Сондықтан да жастар келешек, осы біздің еліміздің келешегі, еліміздің абыройын асқақтататын үлкен азаматтарының шығатынына біз кәміл сенімдіміз. Өйткені біздің соңымыздан еріп келе жатырған кішкентай інілеріміз, сіңілдеріміз қарап отырсақ, түрлі байқауларға қатысып келеді, түрлі конкурстарға, тіпті халықаралық деңгейдегі конкурстарға барып жатады. Әрине, тіпті ол мектепке дейінгі ұйымдар болсын, мектептер болсын, арнайы оқу орындарында болсын, оның өзі әрине жеңіспен оралып жатса, біз үшін үлкен бір мәртебе. Әрине, дұрыс айтасың, сен байқау деп қалдың. Біздің облысымыздың 55-ші орта мектебінің оқушылары Алматы қаласында өткен халықаралық деңгейдегі ұйымдастырылатын СДУ Кап 2016 пікір сайысына қатысып, жүлделі орындарды иеленіп қайтты. Ол туралы біз әңгімемізді тоқтатайық, өйткені дәл қазір Айбек өзің әзірлеген арнайы бейне материалды көреміз, ал одан кейін біздің студиямызға келетін сол қонақтармен жақсы сұхбат болады. 22-11:55 бізбен бірге болыңыздар. Кез келген құбылыс немесе оқиғаға қатысты әр тұлғаның жеке пікірі болады. Ол үшін пікірталас мәдениетін меңгеру маңызды рөл атқарады. Сәуір айының 23-24 күндері Сүлеймен Демирел университетінде Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына және Сүлеймен Демирел университетінің 20 жылдығына орай ұйымдастырылған дәстүрлі СДУ Кап 2016 халықаралық пікірсайыс турниріне нөмір 55-ші орта мектептің оқушылары қатысып, жүлдемен оралды. Алматыда өткен Сүлеймен Демирел университетіне халықаралық турнирге қатысып, бірінші орын мен үшінші орынды жеңіп алдық. Бұл турнирге 150-ге жуық команда қатысқан болатын. Халықаралық немесе республикалық турнирлерде көбінесе Алматы немесе Астана бірінші орынды, жүлделі орындарды алатын. Ал осы СДУ Кап турнирінде Ақтөбе бірінші орын, үшінші орынды жеңіп алды. Жастар болашаққа апаратын алтын көпір дейді дана халқымыз. Әрбір өскелең ұрпақ жеке қабілетіне және кәсіби біліміне сай қоғамымызда өз орнын табу қажет. Сайысқа оқушыларды шыңдап дайындаған топ жетекшісі Еркін Тобылбаевқа ата-аналар алғысын айтты. Осы пікірталастан халықаралық турнирден бірінші орын алып келіп отқан 55-ші облысымыздың 55-ші орта мектебіне, соның ішінде директорына көп рахметімді айтқым келеді. Және де осы балдарды алып барып жүлделі орындарды қанжығасына байлап қайтқан Тобылбаев Еркін ағайларына рахмет айтқым келеді. Апайларының, ағайларының жетістіктері, балдарымыздың жетістіктері әлде де көп болсын, алар шыңы биік болсын.
Қымбатты көрермен, тікелей эфир біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз, және де біздің қонақжай студиямызға келген мейманымыз бар. Әлгінде өзіміз айтқан Ақтөбенің үмітін ақтап байқауға қатысып, бізге мінеке жүлделі келіп отырған қонақтармен таныса отырыңыздар. Нөмірі 55-ші орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Еркін Тобылбаев, және де Әділбек Қасымов, Темірлан Есенов, Айым Қуатова есімді шәкірттермен бізге келіп отыр. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Көңіл күй өте керемет. Бәрекелді. Енді мінеке қаншама бізге сый сияпатпен келіп отырсыздар, дипломмен келіп отырсыздар. Бастап өзіңіз ағай айтып өтсеңіз, қандай сайыс, кімдер қатысты оған? Жалпы Алматы қаласында 23-24 сәуір күндері Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған, және де Сүлеймен Демирел университетінің 20 жылдығына арналған дәстүрлі түрде халықаралық пікірсайыс турнирі болды. Бұл пікірсайыс турниріне 14 аймақтан Қазақстан Республикасының 150-ден астам команда қатысты. Осы командада Ақтөбе өзінің үмітін ақтайтын 10 командасын апарды. Осы 10 команданың ішінде жүлделі біз 1-ші орынды, 3-ші орынды, және де үздік делегация атағына ие болдық, үздік жетекші атағына ие болдық. Ақтөбенің қоржыны мол болып, аман-есен елге қайттық. Және бізде жүлделі 1-ші орын алдық, 1-ші, 3-ші орын. Ал оқушылардың ішінде қайсы орын алып келді? Таныстыратын болсақ, Есен Темірлан жүлде 1-ші орын алды, және де аталған сол университеттің 30% жеңілдік оқу ақысына ие болды. Бәрекелді. Қасымов Әділбек жүлделі 3-ші орын алды. Бұл оқушы болашағына зор үміт кетіретін оқушылардың бірі, 55-тің үмітін ақтайтын оқушылардың бірі болып табылады. Бәрекелді. Енді оқушыларды сөзге тарта отырайық. Қандай пәнді сүйіп оқимыз балалар? Тарих пәнін, көптеген Қазақстан тарихы, немесе көбінесе өзіме Қазақстан тарихын қызықтырады. Болашақта кім боламыз? Болашақта сол тарих пәнінің мұғалімі, немесе көптеген жалпы Қазақстанға еңбегім сіңетін азаматтардың бірі Ой, бәрекелді. Ахмет, мен бір сұрақ қояйын. Сіздерге ең басты қарсылас болған қай облыстан келген? Негізі біздің ең басты қарсыласымыз ол Семей. Шығыс Қазақстан облысы. Семей олардың сөзге өте шебер екендігін, бірақ біз олардан өте үстем екендігін, Ақтөбенің қаласының жастары шешендік шеберлігі мол екенін дәлелдедік, көрсеттік. Ақтөбені өзіміз халықаралық деңгейде таныттық деп айтамын. Енді 30% жеңілдік алды деп жатырсыз. Болашақта сол университетке түседі ғой? Бұйырса. Бәрекелді. Жолдарыңыз ақ болсын дейміз. Қандай тамаша. Елімізге үмітінді, өзімнің үлесімді қосатын азамат болғым келеді дейді. Періште тілегі қабыл болсын дейміз. Ал енді бұған дейін де мүмкін байқауларға қатысып жүрген шығарсыздар. Түрлі олимпиадаларға, басқа да бір халықаралық сайыстарға барған шығарсыздар. Жалпы осы қазан айының 29 жұлдызында эконом-фак, осы жақта Құдайберген Жұбанов атындағы эконом-фагында экономикалық факультетінде республикалық турнир болды. Сол кезде ең алғаш қатысып жүрген кезіміз еді. Сол кезде біз студенттермен ойнап, студенттерге де қарсы ойнап, оқушыларға да қарсы ойнап, деңгейі мықты пікірсайысшыларға да қарсы ойнап, жартылай финалға дейін жеттік. Соның жемісі ретінде міне жүлделмен қайтып жатқан. Неге біздің көрермендер көріп отыр деген ойдамыз. Қандай жақсы. Бәлкім бізге көрсетіп те қоюға болады. Мен көрсетейін. Мінекей. Кубок. Және де арнайы дипломдар, және де үздік жетекші номинациясымен сізде марапатталған екенсіз. Марапатталдым. Мен өз сөзімді ары қарай жалғастырып кететін болсақ, бұл турнирге біз Ақтөбе қаласының жастар саясат жөніндегі департаментінің қолдауымен, оның үшін айтатын болсақ, бас маман Әлішер Мәжиттің қолдауымен, және де оқушылардың осындай турнирге көп қатысуын ұйымдастыруға түрткі болып жүрген кемеңгер бос уақытын тиімді өткізу орталығы, және де өзінің директор Қасым Әлия Таңатарқызына көп рахмет айтам. Ең басты рахметім ата-аналарға. Себебі бұл турнир ата-аналардың демеушілігімен өткізілді. Әрине, дұрыс айтасыз. Баланың болашағын жарқын болуы үшін бүгіннен бастап атсалысу керек. Енді бүгінгі күннің тақырыбы ақ бата мен ақ тілек. Балалар мүмкін бізге бата берер, бата білеміз ба? Періште тілегі қабыл болады дейді. Жалпы өзіңіз бата туралы бір айтып өтсеңіз. Ойыңызды ортаға сала қойыңыз. Өзім тарих пәні мұғалімі ретінде бата туралы айтатын болсақ, негізі жақсы сөз жарым ырыс деген қазақ атамыз айтады ғой. Сол себепті бата ең басты ол біздің ауыз ашарымыз ретінде қолданылуы тиіс деп ойлаймын. Бұл ақ тілектердің көптеп айтылуы, бұл болашақ жас буынның әрі қарай өсіп өркендеуінің дамуына
үлкен пайдасын тигізеді деп дұрыс айтасыз. Енді сіздерге алдағы уақытта да осындай жеңістеріңіз көп болсын дейміз. Жастарға сенемін деп айтып өтті деп айтып жатырмыз ғой Мағжан Жұмабаевты. Ендеше болашақтың үміті сіздердің қолдарыңызда, сіздер сол үмітті ақтаңыздар дегіміз келеді. Және де қоржындарыңыз осындай тек қана жақсы жетістіктерге толы болсын дейміз. Қымбатты көрермен, біздің студиямызда қонақта болған нөмірі 55-ші мектептің тарих пәнінің мұғалімі Еркін Тобылбаев және де өзінің шәкірттерімен айта кетейік, Әділбек Қасымов, Темірлан Есенов және Айым Қуатова. Ал біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.